Осы апта мектебімізде ата-бабам аңсаған тәуелсіздік атты тарих және география апталығы өтті. Бұл біздің әсем қаламыз Астана. Қазіргі кезде Астананың электр сымдары өте жақсы дамып жатыр. Астана қаласы көркем бергендіктен біз екеуміз әртүрлі үйлерді салдық. Сонда бізде кітапхана бейбітшілік даңғылы деп аталады. Бұл Экспо 2017 деген бір кішкентай мұражай. Switzerland. Бұл соны ағылшын тілі аударды. Сәлеметсіз бе? Мынау 4-ші сыныптың Экспо 2017-сі. Мынау 1-ші ғимарат. Ол бәйтерекке ұқсаған. Мынау KZ-дің формасындағы сауда орталық. Мынау бізде Экспо 2017-ге арналған қонақ үй. Сол жерде шетелден келген адамдар жақта тұрсын, оған ыңғайлы болсын деп салдық. Астана қаласындағы 2017 жылы өтетін Экспо көрмесіне 5-шісі өте өз үлестерін қосты. Менің ойымша, балалар алаңында балаларға өте қызық болады деп ойлаймын. Бұл 10 этаждық және бұл жақта балаларға өте жоғары білім беріледі және кітапханалар және өте кітап болады және сабақтар қызықты болып өтеді. Қазақстан Республикасының Ақмола облысы Қазақстан Республикасының әкімшілік аудандық бойынша. Онда 746,6 мың адам өмір сүреді. Ақмола облысының 17 ауданы бар. Кен байлықтарынан уран, алтын және құрылыс материалдары, кварц құмы және тағы басқалар өндіріледі. Астана Қазақстан Республикасының елордасы. Астана қаласында 780,880 адам тұрады. 2000 жылмен салыстырғанда 169 мың адамға көбейді. 2006 жылы Астанада 550 мың адам тұрған. Соңғы жылдары Астана көп дамиды. Мысалы, 23 кітапхана, 3 театр, 5 мұражай, 2 кинотеатр, филармония, 2 балалар сарайы, 3 балалар музыка мектептері, өнер мектебі, қолөнер мектептері жұмыс істейді. Мен бүгін сізге Алматы қаласы туралы айтамын. Осы Алматының көп әдемі әуежайлары бар. Алматыда 1,485,496 адам өмір сүреді. Ақтөбе облысы ол Қазақстанның солтүстік батыс өңірінде орналасқан. Ол терістегенде Ресей Федерациясының Орынбор облысымен, оңтүстігінде Өзбекстан Республикасымен, құрамындағы Қарақалпақстанмен, батысында Маңғыстау облысы, Атырау және Батыс Қазақстан, шығысында Қостанай, оңтүстік шығысында Қызылорда облыстарымен шектесіп жатыр. Қалалық және әкімшілік аудандарға бөлінген. Аумағында 6 қала, 2 кент бар. Әкімшілік орталығы Ақтөбе облысы. Астана қаласында көптеген ғимараттар орналасқан. Олардың ішіне Аңқорда, яғни Қазақстан Республиканың президентінің резиденциясы, Астана қаласының темір жол вокзалы, Қазақстан Республиканың тәуелсіздік монументі, яғни Астана, Бәйтерек, Салтанат сарайы, Бейбітшілік пен татулық сарайы. Нұрорда мектебінде тарих және география апталығы болып өтті. Бұнда 5-ші және 6-шы сынып оқушылар аралығында Экспо көрмесі өтті. Ол Экспо көрмесі біздің болашақта 17 жылы болатын көрмені оқушыларымыз түсініп, сезінсін деген мақсатпен өткіздік. Және оқушылар оны жете түсініп, өздерінің ойларын бөлісіп, идеяларын көрсетті. Екінші бір шара 6-шы сыныптардың аралығында Қазақстанның әртүрлі аймақтарын қорғау шарасы өтті. Біздің Ақтөбе облысын, Ақмола облысын, Алматы облысы сияқты біздің бірнеше облыстарымызды оқушыларымыз өте жақсы деңгейде қорғап көрсете білді. Бұл біздің мақсатымыз бұл жердегі. Елін сүйсін, жерін сүйсін және бірлігін арттырсын деген мақсатпен өткізіп жатырмыз. Және де тағы да бір жұмысымыз 6-шы, 5-ші сыныптардың арасында «Жау жүрек мың бала» фильмі барлық оқушыларға көрсетілді.
және оның да мақсаты балаларды патриоттыққа, отансүйгіштікке, қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу. Әр дәуірдің еркіне сай нарқы өзгерген алтынның, айналайын алтын әнім жас өргені халқымның. Желтоқсанда шындық жырлайым деп шарқ ұрдым. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындым. Бүкіл осы Қазақстандағы болып жатқан қалаларда түкпір-түкпірлерінде желтоқсан оқиғасы болған. Ең қымбатты біздің мейрамымыз, осы мейрамға дейін осы тәуелсіздік жолында көп біздің батырлар, хандар өзінің өмірін құрбан еткен. Сырымдатұлы, Кенесары, Исатай, Махамбет, мына желтоқсанның 86 жылғы Алматыда жастар бірінші Кеңес одағында әкімшілік жүйесіне қарсы шыққан. Сондықтан осы біздің тәуелсіздігіміз өте бағалы, өте қымбатты бізге мейрамымыз. Сіздерді мейрамдармен құттықтап отырып, қазіргі жастарға тілейтініміз осы тәуелсіздік туымызды биік көтеріп, Қазақстанның жетістіктерін әрмен қарай дамыта берсеңіздер деп тілейміз. Тәуелсіздік біздің ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздік мейрамы үлкен дәрежеде республика көлемінде жақсы аталып өтілуі тиіс деп ойлаймын. Бізге тәуелсіздік жай келе салған жоқ. Қазақ тәуелсіздікті 3 ғасыр аңсады. Тәуелсіздік жолында құрбан болған Кенесары, Абылай хан, ата-бабаларымыздың барлығының арманы орындалып, осыдан 22 жыл бұрын тәуелсіздігімізді алған болатынбыз. Осы тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, тәуелсіздікті келер ұрпақ бағалай білсін, парқын білсін деп тілеймін. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Осы апталықтың нәтижесінде біз елімізді, тарихымызды терең біліп, көп мәлімет алдық. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат егеулі.